Егер сізде кокосовый стружка емес сгущенка болса, дәл осындай баунти жасайтын боламыз. Ол үшін барлығын бір ыдысқа салып аламыз осылай, және де сгущенкамызды көлеміне, мөлшеріне қалай сығатын боламыз. Міне, осылай біркелкі қалыпқа үйрену керек. Енді бұны біздер арнайы пищевой пленкаға болмаса салафанға салып, осылай формасын жасайтын боламыз. Міне, енді мұны біздер жақсылап ораймыз, және де морозильникке 20-30 минутқа қатқанша қойып аламыз. Міне формасын жасадық. Енді бұны біздер салафаннан алып аламыз да бөлшектерге бөлетін боламыз. Енді шоколадымызды ертеміз, және де дәл видеодағыдай жасайтын боламыз. Үстіне осылай бұдырлар жасаймыз. Дәл баунти сияқты қылып, міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментар жазуды ұмытпаңыздар. Және де қыздар, менің YouTube арнамда осындай тегін мастер-класстар бар, сондықтан міндетті түрде тіркеліңіздер.